Осы жасқа дейін келдіңіздер. Қалай өтті? 21-іңіз 30-дасыздар. Қалай өткенінде байқамай қалдыңыздар. Өмірде солай. Осы Сарыарқаның төрінде бабаларымыз кезінде өтті, ат шаптырды, той берді, ас берді, соның барлығы қазір қайда? Көрде. Ал енді олардың орнын біз басып отырмыз, Құдайға шүкір. Біздің орнымызда, иншалла, 100 жылдан кейін өскелең ұрпағымыз басатын ақиқат қой. Біз қазіргі 18 бен 30 жастың аралығындағы азаматтар әлі дейін әке-шешеміздің ергесіміз дұрыс па? Өз күнімізді, өз қараған басымызды алып жүре алмаймыз. Оқу орнына әке-шешеміз сүйреп апарады. Біздің орнымызға солар тапсырып жүргенде емтихан. Жұмысқа тұрғызатын болса, тағы да сол кісілер жібереміз. Әңгімеміздің бәрі арзан. Киінсем, қымбат телефон алсам, жақсы көлік мінсем деген әңгіме ма? Ол 1000 жерден оқымасаң, телефонды қалай шұқыласаң да, компьютерді қалай шұқыласаң да, ғалым болып кетпейсің. Оқу керек. Мәселе сол. Бірақ Құдайға шүкір оқып жатқан азаматтар бар. Yani құрғақ шөппен ауызда сүрте беруге болмайды. Бұл жастағы сахабалар, кеше біздің үлкен ғалымдар, алла шарыстар не бәрі жап-жас уақытында нені ойлаған? Елдің болашағын ойлаған. Дінді ойлаған. Ғылымды ойлаған. 16 ғасырда Тәуекел деген қазақтың ханы болды. Сол кезде жоңғар мен қалмақ мына жақтан қысқан кезде, ар жақтан Қоқан хандығы бар. Тәуекел деген хан сонда не бар, қанша жаста болды деп ойлайсыз? Не бар 21 жаста болған. Бүкіл елдің хан. Ал Оразымбет деген оның жаңағы бауыры, тақ мұрагер, ол 17 жасар болған. 21 жастар жаңа Тәуекел деген хан 90 адамдық делегацияны жасақтап, 4 елші бар, басшы 4 елшіні сайлап, Ресейге делегация жіберді, 90 адамдық. Сонда барып не сұраған? Пушка сұраған. Университеттен әскер сұраған. Өйткені қалмақпен жоңғар қысып баратқан, Қоқан хандығы бір жағынан не қылып тұрған? Қауіп төндіріп тұрған. Соның бәрін атқарып атқан 21 жасар Тәуекел деген хан. Ығысып, анау Созақта тұрған, Созақ деген жерде, оңтүстік Қазақстан облысы. Ұлы жүздің рулары ығысып осы орталық Қазақстанға келген, Сарыарқада. Қиын қыстау кезең болған. Мен бұның бәрін неге айтып жатырмын? Сонда бабаларымыз жас болса да бас болған, ақылды болған. Сол үшін Құдайға шүкір, бірақ заманымыз бізге түсетін нәрсе осы айналамызға қарау. Бұл нығмет ризықтың қадір қасиетін білу, тыныштықтың, мол мүмкіншіліктің, тоқтықтың қадір қасиетін білу, және білім алу, ары қарай қызмет ету елге. Ғалымдарымыз бар, білімді, бірақ енді ұлтжандылық, патриоттық сезім, елге, жерге, отанға деген сүйіспеншілікті сіңіруіміз керек. Имандылық керек. Бұның бәрі имандылықтан басталады. Адам қызу керек, жақсы өмір сүруге, жақсы бай болып өмір сүруге, жай әңгіме айтумен, біреуге әуестенумен. Айналдырған бір 20 шақты, 30 шақты адамның, жастардың өмірін талқылаумен қазір. Олар кімдер? Әншілер, олар атақтылар, бір-екі шыққан бизнесмендер. Жоқ, онымен тірлік бітпейді ғой. Біз өзіміздің өмірімізге қарауымыз керек. Мен не істей аламын? Сен неге ондай болмайсың өзің? Біз өз отбасымызға, ағайын туған туысқанға бірінші не істей аламыз? Осыны өмірімізді дұрыс жаққа қалай бағыттай аламыз? Анау жаңа жүрген қылмыспен айналып жүрген өрімдей жас жігіттер барлығы түрмеге қамалып кетуде. 15-20 жыл босқа өмірі түрмеде өтеді. Одан кейін қалай болады ол? Адам бола ма, ада бола ма? Адам болса қандай пайдасын тигізеді? Жұмысқа барса жұмысқа алмайды. Өмір дақ, түрмеге қамалып шықты деген. Күйеуге де ешкім шықпайды. Сол үшін сол біздің бауырларымыз, әрқайсымыздың осы барлығымыз ауылдан шықтық. Сол үшін жас кезімізде не істеуіміз керек екен? Көбірек пайдалы нәрселермен айналысу керек. Ұйықтамау керек. Қазірде ұйықтамау керек. Ұйықтайтын заман емес. Яғни жүрек көзіміз ашық болу керек, көкірек көзіміз ашық. Бір-бірімізге осылай айтып ескертпесек, әрине мән бермейміз. Уақыт өтеді де кетеді.